Сәлем достар, бұл сабағымызда HTML және CSS сабақтарын көретін боламыз. Seleniumның проектісіне өтпей тұрып, осы нәрсені көруіміз керек болады. Өйткені келесі сабақта дәл соны қолданатын боламыз. Егер де HTML, CSS-тің селектор сабағын білетін болатын болсаңыз, бұл видеоны өткізіп, келесі видеоға өте берсеңіздер болады. Ал нөлден бастаған үйренушілер үшін бұл осы сабақты көретін боламыз. Ол үшін өзіміздің Selenium папкамыздың ішіне selectors.html файлын құрдым. Енді осы жерге біз HTML қаңқасын жазамыз және әрбір элементтерге қалай қол жеткіземіз. Сол туралы көретін боламыз осы сабақта. Ол үшін леп белгісін басып тапты басатын болсақ, бізге HTML-дің қаңқасы келетін болады. Осы жерден біз керегімізді өзгерте береміз. Мысалға, мына жерге құжат жазайық. Енді ары қарай бодиіміздің ішімізге кірейік. Тілін ағылшынға қойып алайын. Бізде главный div болады. Сол divті жазғаннан кейін тапты бассаңыз, автомат түрде divіңіз келеді. Енді біз курс парақшасын жасайтын болайық. Сол курстың ішінде Python курсы, Angular, Java курсы, әртүрлі курстар болуы мүмкін, және қайталанатын элементтер болуы мүмкін. Сол нәрселер туралы көретін боламыз. Бүкіл HTML қаңқасы бойынша H1 тегі тек бір-ақ рет қолданылады. Сондықтан осы жерге курстар деп жазайық. Одан кейін астына бір HR жазайық. Бір астына сызық сызайық, курстардың астына. Одан кейін осының астына біз div жазайық. Divтен бастап уже ары қарай курсымызды бастайық. Мысалға, H2 тегі, H1 тек бір-ақ рет болады дедік. Соның астында divтің ішінде H2, HTML және CSS негіздері. Одан кейін тағы да div создавать етеміз. JavaScript бағдарламалау. Бұл курс JavaScript тілін үйренуге арналған. Одан кейін мына divтікі астына қояйық. Және тағы да бір div жазайық. Бұл веб әзірлеу құралдары. Осындай бізде курс болатын болсын, қарапайым тілде. Одан кейін астында бізде формамыз болсын. Ол форма қандай форма? Мына divтің жабылуы жоқ мына жерде. Енді тағы да бір div бөлім ашамыз, блок ашамыз, және ол жерде бізде форма болсын. Формның action'ы болмасын. Форманың ішінде бізде не болсын? Input'тар болсын. Input, type'ы text болсын. Одан кейін name'ы болсын. Оның name'ы username болсын. Мысалға, қазір ID класс барлығын беретін боламыз. Және астына input type submit, яғни кіру кнопкасы болсын ішінде. Сақтаймыз. Ctrl-B мен Selectors-ты ашып көрейік қазір. Reveal File Explorer мен HTML, Selector HTML-мызды ашайық. Мына жерде H2 мен белгінен кейін қара, қою болып көрінеді, және курстар ең үлкен бізге белгі болып көрінеді. Енді біз мына екі input астына түсірейік. Өйткені логин сайт парақшасында астына қарай түседі. BRN-ы бассақ, және мына жерге де BRN-ы бассақ, break болады. Сақтаймыз. Ctrl-R және обновить етейік страницамызды. Келді инпуттарымыз, енді барлықтарымыз. Енді осы барлық элементтерге біз қол жеткізуіміз керек. Ол үшін нені қолданамыз? CSS-тің селекторларын қолданамыз. Селекторлардың ішіне бізге не кіреді? Біріншісі div, общий div, барлық div неге жауап береді? Бұл divтің ашылуы бар, жабылуы жоқ. Мына жерге divтің жабылуын қояйық.
тегтерге мән береміз, ашылып жабылатын тегтерге. Бұл жерде div тек body'дің ішінде бірақ div болғандықтан, осы div арқылы біз бүкіл элементке қол жеткізе алғандығымыз үшін бұған ID береміз. ID-міз біздің контейнер болсын. Контейнер ағылшын тілінде. Контейнеріміз болсын. Және H1 этикетіміз бізде біреу ғана. Сондықтан бұған да ID береміз. ID-міз аты header болсын. Яғни басындағы H1 элементіміз header ең үлкен размерде болады. Енді ары қарай бізде мына div қайталанатын divтер, иә. Ішінде H2 бар, P бар, H2 бар, P бар. Бәрінде P дегеніміз текстіміз, иә. H2 жаңағы біздің курстар деген сияқты үлкен жазудың содан бір размер кіші түрі. Енді бұл divтарға бізге қайталанғаннан кейін класс береміз. Классымыздың аты курс. Екінші divке класс береміз. Бұған да атауы курс. Өйткені неге қайталанады бұлардың барлығы? Біз курсты қол жеткізу арқылы осы жердегі бүкіл элементтерге қол жеткізе аламыз. Енді курстарымыз біздің әртүрлі. Ішіндегі HTML, CSS-ге қол жеткізуіміз үшін бөлек болады, JavaScript үшін бөлек болады, және веб әзірлеу үшін бөлек болады. Ол үшін мына жерге біз өзгерте аламыз. Мысалға HTML немесе HTML, CSS деп берсек те болады сызықшасымен. Екінші курсымыз бізде JavaScript. Одан кейінгісі бізде веб әзірлеу, яғни веб tools. Осындай класстарымыз болсын. Яғни мына элементтерге қол жеткізу үшін біз мына класстың мына атауларын қолданамыз қол жеткізу үшін. Енді инпуттарға келейік формамызға. Бұл жерде name арқылы да қол жеткізсек болады, type арқылы да қол жеткізсек болады, немесе ID беру арқылы. Тек біреу ғана қолданғаннан кейін, мысалға user name болсын. ID арқылы. Мына жерге де ID береміз. Бұл жерге password болсын. Өйткені типіміз password. Енді пароль бұл жерде типіміз. Мына жерге ID-міз login button болсын. Немесе бұны өшіріп тастап submit деп жасақ та болады. Submit деп қойсақ та болады ID-ін. Енді сақтаймыз. Мына жерде жаңартамыз, ешқандай ештеңе өзгерген жоқ бұл жерде. Өйткені біз класс ID-лерді бұл жерде көрсетпейміз. Енді бір элементтерге қол жеткізейік. Оны көрейік. Селекторларды енді мына жерде қолданайық. Бұл үшін біз стиль жазамыз. Стильдер дегеніміз не? CSS файлды прямой HTML парақшаның өзіне жазамыз деген сөз. Енді ең бірінші контейнерге қол жеткізейік. Контейнеріміз біздің контейнер. Мысалға, width 80%, margin, auto, font family, Arial, sans serif. Сақтаймыз, обновить етеміз. Міне, біздің страницамыз 80%-ке өзгеріп кетті. Жаңа 100%-да барлық бетті қамтыса, енді 80%-ға қамтылды. Осылай бүкіл body'дің ішіндегі бүкіл divтерді біз қазір ортаға алдық 80%-пен. Енді екінші стильге келейік. Бізде header'ымыз ол text align center қылдық, және color'ын біз санмен де берсек болады, немесе blue деп көк қып түсін өзгертейік. Бұны фук еткізсек, бұны курстарымыз ортаға келді. Енді бұның размерін өзгертейік. Мысалға font size. Мысалы 45 пикселіміз болсын, сақтаймыз, обновить етеміз, размері өзгерді. Енді бұны көру үшін, мысалы мышканың оң жағын басып, просмотреть код десек, осы элементті көре аламыз мына жерден. Енді бұл жерден қалай не қолданылып жатқанын осылай көре аламыз, бәрін осы жерден тексеріп көріп ала аламыз. Қай элементті қай жерде көріп жатқанымызды көріп тұрсыздар, Мысалға, мынау бірінші div, мынау екінші div, мынау үшінші div. Мынау ары қарай төртінші div. Общий бір divтің ішінде инпуттарымыз, формамыз. Ал мынау div полный страницадағы div. Енді екінші элементтер header'ға қол жеткіздік. Одан кейін біз divтің ішіндегі курс классына қол жеткізейік. Ол үшін біз header мен контейнер бізде ID болғандықтан алдына решетка беріледі, торкөз.
Енді наған біз класстарға қол жеткізуіміз үшін нүкте. Енді нүктеде, мысалы, border сыртын сыздыртайық шамалы. Padding жасайық, ортаға қарай ығыстырайық. Margin bottom астынан 10 пиксель көтерейік, және border радиусы 5 пиксель. Яғни бүйтіп домалақ сызылған бір үлкен нәрсе болады, қазір көресіздер. Міне экранға келді. Курстың асты сызылды, және әр дивіміз уже біздің жеке бөлек блоктарға бөлінді, иә. Енді мысалға, мына дивке біз ең соңғы дивке біз ештеңе бермеппіз, иә, классты бермеппіз. Мынаған да беріп қоя салайық. Мысалға, форма, бұл жерде курс тул емес, логин форм деген беріп қоя салайық. И жаңартып жіберсек, бұл логин формда бір қорапшаның ішіне кірді қазір. Енді мына элементтерге қол жеткізейік. Осыларды біз реттейік шамалы. Немесе бұлардың бэкграундтарын түсін өзгертейік деген сияқты. Енді біз HTML, CSS негіздері, JavaScript бағдарламалау осылардың тек түсін өзгертейік. Ол үшін не істейтін едік? Бізде курс барлығын қол жеткізетін нәрсеміз курстың ішіндегі H2, P кез келген элементтеріне қол жеткізе аламыз. Енді курстың H2-сіне color green берейік. Мысалы, курстың ішіндегі тақырыптарға мынаның түстері жасыл болсын дейік мына жерде. Сақтаймыз, Ctrl-R. Міне текстің тақырыптарының түсі өзгерді, жасыл болды. Енді P-сына берейік. Мысалға, курс P-сының размерін 16 пиксельге өзгертіп көрейік. Шамалы уже өзгерді, 16 пиксель, 20 пиксельге өзгертейік, шамалы дәуесін. Обновить етейік. Міне текстіміз үлкейді. Өзіміздің қалаған нәрсеміз бойынша жұмыс істете аламыз. Енді бэкграундтарын көбейтейік. Ол үшін не істейміз? Нүкте course. Мысалға, HTML, CSS-тің background color'ы, мысалға, мына жерде ақ емес, yellow болсын. Сақтаймыз. Обновить ететін болсақ, мынаған келді. Енді бұны біз мынаған да өзгерте аламыз, мынаған да өзгерте аламыз, иә. Мысалға, course JavaScript background мынандай болсын. Мынаның course web tools-тың background мынандай болсын. Және нүкте course login формның background-ы мынандай болсын. Сақтайық, Ctrl-R. Мына. Осылай түстерін өзгерте аламыз. Әрбір элементке қол жеткізе аламыз мына жерде. P-ны да, мысалға, тексттерін өзгерте аламыз, қол жеткізе аламыз оның бәріне. Одан кейін енді мына формаға келейік. Енді формаларды жұмыс жасастырайық. Ол үшін бізде ID-иміз бар еді. Username, password, submit деген ID-ларымыз бар. Немесе type text, type password, type submit. Енді осыларға келейік. Астына түсейік. Енді input дейік. Input'тың ішінде type пен password болған типтерін width 100% қылайық. Және padding 10%, margin 5%, және border box жасайық. Сақтайық, обновить етейік. Текстіміз келді. Логиніміз бүкіл 100% болды, мысалға. И сыртында да боянды, және кіру деген келді. Енді бұл жерде біз тек текст пен password пен ғана ойнадық. Енді кнопкамен ойнайық біздің. Кнопкамыздың background-ы blue болсын, color ақ жазу болсын, padding 10 пиксель, border мынандай, курсор pointer болсын. Сақтаймыз, обновить етеміз. Міне. Мынау логин пароліміз уже біздің өзгерді. Кіруіміз мынандай болды. Размерін де өзгерте аламыз бұның. Мысалға, font size. Мысалға, бір 20 пиксель болсын. Сақтаймыз, изменить етеміз. Кіруіміз шамалы үлкейді. Дәл осылай әрбір элементке қол жеткізе аламыз, иә. Енді не істейтін едік? Бұл жерде прямой input-тың type-ы submit-ке де қол жеткізе аламыз, немесе ID-мен де жұмыс істей аламыз бұл жерде. Кез келген қайсысын қол жеткізуге болады, соны өзіңіздің қалаған бойынша жұмыс істей бересіз. Енді бұл жерде HTML, CSS негіздерін көріп өттік бұл сабағымызда.
Ендігі сабақта Selenium'ды қолдану арқылы осы элементтерге қол жеткізіп, сол элементтермен жұмыс жасайтын боламыз. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.